Америкада өмір сүру жолдасым екеумізге қанша долларға шығады? Ай сайын кететін қаражатты бірге есептейік. Сәлем бәріне, мен Жасмин Жорабай, Америкада оқитын студентпін. Парақшамда Америка туралы көптеген ақпараттармен бөлісемін, тіркеліп ал. Біз Нью-Йорк қаласында тұрамыз. Нью-Йоркта үй жалдау басқа қалалар мен штаттарға қарағанда қымбатырақ. Ай сайын Манхэттендегі бір бөлмелі үйімізге $3000 төлейміз. Оның ішінде ком-услуганың бәрі кіреді. Және екі адамға продукты мен үй заттарына айына шамамен $400-500 жұмсаймыз. Ай сайынғы интернет пен Wi-Fi шығыны шамамен $200. Және екі студентке оқуымызға айына $800 төлейміз. Арасында ресторандардан тамақтануымыз, қыдыруымызға шамамен $200-500 аралығында кетеді. Бұл ай сайынғы тұрақты шығатын шығыстар. Бұған мен анда-санда алатын киімдер мен басқа да хотелкаларды, саяхатымызды қосқан жоқпын. Сонда біздің екі адамдық ай сайынғы шығынымыз $4000 және $5000 аралығында болады екен. Америкада осындай қаражатқа өмір сүруге дайынсыз ба? Комментарийге өз ойыңызды қалдыра кетіңіз.